Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен толқын. Мен бүгін қысқа дайындықты бастап кеттім. Мұнда түрлі көкөністер, жемістер қысқа арнап қатырылған. Қай көкөніс қай тағамға және оның сақтау жолы қандай екенін видеоның соңына дейін қарасаңыздар көре аласыздар. Цветная капустаны осылай бөлшектерге бөліп алдым. Үлкен, кіші етіп. Өзіңіздің қалаған, ұнатқан размеріңізде кесіп ала бересіз. Қайнап тұрған суға 1 шай қасық тұз саламыз. Капусталарымыздың жартысын салып, 3 минут қайнатамыз. 3 минуттан көп қайнатпаймыз. Қатты пісіп, езіліп кетуі мүмкін. Ыдысымызға салқын су құйып алдым. Және 1 шай қасық лимон қышқылын салып араластырамыз. Капустам қайнады. Енді осыны сүзіп алып, ыдысымыздағы судың үстіне қоямыз. Салқындағанша 5 минуттай тұрады. Және екінші партиясында дәл осылай қайнатып, 3 минут қайнатып, салқын суға салып аламыз. Біздің жаңа суға қайнатып алған цветная капустамызды судан шығарып, осындай сүлгін үстіне жайып шығамыз. Барлық суын өзіне сорып алу керек. Бұны суға қайнатпай-ақ өзін сақтауға да болады, бірақ онда кішкене түсі қараюы мүмкін, және дәмінде де кішкене өзгерістер болады. Сол үшін 1 рет қайнатып алып, лимон қышқылына саламыз. Лимон қышқылы бұл түсі қарайып кетпей, осылай аппақ күйінде сақталуына көмектеседі. Дәл осылай бөлме температурасында 5-10 минут қалдырамыз, сонда суының бәрін өзінің бойына сіңіріп алады. Капуста суы толық кеуді. Енді осындай контейнерлерге сақтаймын. Одноразовый. Ішіне орналастырып шығамыз. Пакетикке сақтағаннан гөрі осындай контейнер ыңғайлы мен үшін. Осындай қақпағы болады. Қақпағында сақтай береміз. Осылай ыңғайлы. Тоңазытқышта да көп орында алмайды. Бұл капусталарды мен тамаққа, духовкада пісетін тамақтарға, немесе жұмыртқаға батырып, қиярға батырып, қуыра беремін. Өзіңіздің талғамыңызға байланысты, өзіңізге қалай ұнайды, солай пісіре беруге болады. Салатқа пайдалануға да болады. Өте пайдалы. Осылай сақтай береміз. Енді қызанақтарымызды саламыз. Мен қызанақты пиццаға арнап дөңгелектеп турап шықтым бүкілін. Енді морозильниктің осындай полкасын алып, ең астына пергамент қағазын, тефлоновый бумага немесе пленка салып, үстінен қызанақтарымызды біртіндеп орналастырып шығамыз. Барлығын салып болғаннан кейін, егер полкаңызға симаса, мынандай целлофан пакетті бетіне қойып, оның бетіне де қызанақтарды орналастырып шығуға болады. Солай морозильникке қойып, қатырып аламыз. Қатқаннан кейін барлығын жинап, зип пакеттерге салып шығатын боламыз. Қызанақтарымыз қатты, мінекей, қатты болып тұрады, бір-біріне жабыспайды. Енді осыларды пакетиктерге салып шығамыз. Бір-бір қатардан қойып шығамыз. Оны пиццаға пайдаланғанда ерітудің керегі жоқ. Дәл осылай сырдың үстінен қойып, бірден пешке сала беруге болады. Осылай салып, аузын жауып, морозильникке қайта сала береміз. Енді жүгерілеріміз дайындаймыз. Бұл жүгерілерді мен гарнирге күрішпен бірге қайнатуға қатырамын. Ол үшін
ортасынан бөліп аламын. Сосын осылай кесіп шығамын. Осылай пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Осылай бөлек-бөлек болып шығады кейін. Бұлай кеспей-ақ, бұлай қолмен әрқайсысын жеке-жеке үгітіп шығуға да болады, бірақ бұл көп уақыт алады. Кесіп алған жүгерілерімізді пакетке саламыз. Бәрін орналастырдым. Болгар бұрыштары, аскөк, жүгері астында баялды бар. Мұнда қызанақтар. Және одан кейінгі полкаға 6 контейнер шие қатырдым. 5 килограмм шие. Мұнда 1,5 килограмм цветная капуста 3 контейнер шықты.